Бәріне сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі таңымыз біздің осындай американский панкейкімен басталды. Өте дәмді, жүкінсақ болып піседі. Егер сізге рецепт керек болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Бүгін менің жолдасым осындай базардан арналық азық-түлік алып келді. Және де осындай сәбіз, картоп, капуста, макарон өнімдерін алып келді. Губка дышуғанға, кашалар әртүрлі. Ең алдымен азық-түліктерді тоңазытқышқа қоймас бұрын ішіндегі заттардың бәрін алып шығарып алдым. Мінекей, тоңазытқыштың іші өте лас болды. Тағамдардың орындары болды, су ағып кетеді кейбір өнімдердің. Осылай ластанып кеткеннен кейін бұны мен бәрін сүртіп алайын дедім. Ең алдымен осында антибактериальный сұйықтықты құямын да, әдемі губкамен жағамын да, 1-5 минутқа тастап кетемін. Және тоңазытқыштың сыртында сүртуді ұмытпаймыз. Тоңазытқыштың үсті ашық болғаннан кейін оның үстіне көп шаң жиналады. Ол жерді де сүртемін. Міне менің тоңазытқышым тап-таза, жып-жылтыр болып шыға келді. Жап-жаңа сияқты болып қалды. Керемет. Егер сіздерге мотивация бере алсам, сіздер де өздеріңіздің тоңазытқышыңызды осылай тазарап алыңыздар. Енді осы таза тоңазытқыштың ішіне барлығын әдемілеп, өзіме керекті таза қолданатын срок өтпеген өнімдерді қайтадан орналастырамын. Мен және де тоңазытқышта осындай контейнерлерді қолданғанды дұрыс көремін. Сіздерге бір лайфхак айтқым келіп тұр. Осындай жұмыртқаның қағаздар қатты болып тұрған кезде көп орын алады. Сол үшін суға жүгітіп қойсаңыздар, жиналып қалғаннан кейін қоқысқа тастағанға өте ыңғайлы.